Баршаңызға сәлем құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен өзіме үлкен бір инвестициялардың бірін құйып, Астанаға тренингке баратырмын. Өмірімде бірінші рет, және өмірімде ең үлкен өзіме құйған инвестиция. Жолды бүкіл болған процестің барлығын блог болып салатын боламын. Видео басталмай жатып, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, әдеттегідей комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Қостанайдағы өртенген орманның үстіне өтіп баратырмыз. Табиғат уже біраз бүлінген. Аянышты. Егер де орман өртенбегенде, мына жерде, мына терезенің ар жағында мүлдем басқаша көрініс болар еді. Қазір көрініс осындай қап-қара. Достар, мен Астанаға жол жүріп баратып, жол бойында осындай апалармен жол серік болып келе жатырмын. Мен достарыма сәлем айтып жіберіңіздер. Өздері медицина саласына жақындандар екен. Ал медиктерге, болашақ студенттерге не айтасыз? Медицинаға ба? Иә, біздің жастарға, біздің толқындағы жастарға. Біріншіден енді сәттілік тілейміз. Оқуларын ойдағыдай бітірсін. Өз мамандарыңызбен жұмыс істеңдер. Жақсы, тек сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта тек жақсы болсын. Рахмет көп. Жолдарыңыз болсын. Сіздердің де жолыңыз болсын. Астанаға келдім. Күн кәдімгідей жып-жылы. Астана салқын деп ойлағам мен. Нормально. Кешігіп қалдық семинарға. Ничего. Жақта вебинардың байы болып отыр. Күшті. Адамның жағдайын жасаңыздар, киіндіріңіздер, күшті болыңыздар. Мен мына баламға деп жүрсің да. Қарама, Меккеге жүріңіздер, Европаға, Түркияға жүріңіздер. Ол үшін сіздер дамуларыңыз керек. Дамымаған адам өмістер. Барлығы, бәріне мен көріп тұрсыздар, бір артықшылық жоқ. Қақылық, ағаларының бойы, сіздердің қолданып кетеді. Просто жанып тұрсаңыз, көмектес идеясы. Яғни мен блокнотымды сату арқылы ол қызға да пайдамыз тигіземіз дегенде ғой. Біз win-win болу керек. Келіпсіздер, маған пайдалы болдыңыздар, мен сіздерге пайдалы болдым. Мен ана магазиншіге пайдалы болдым, мен ана клиникаға пайдалы болдым дегенде ғой. Сол себепті win-win. Сол айтқым келген сол болса. Наверное, мы соберемся точно. Одного человека сыпем вдоль дороги. Закончилось. Да. Это еще половина фотографий. YouTube. Половина, можно сказать, даже 25% может из 100. YouTube. Бір қызықшы, жаңа ғана Ақтөбеде жүрген адам. Уже Астанада. Просто қызық. Мүлдем басқаша атмосфера бұл жақта. Жолға шығып баратырмыз қазір. Показать, чем біз жолға шықтық. вот так я выехал. Да, налево и выезд. Натурал. Салам. Сейчас столько иногда, чтобы пить. Вообще не туда. Покурить еще. Когда мы встречались, это Долик после. избушка, я потому что помню. Ты про что говоришь? Вот самое. Вот. Что-то. Жолды тартып алдық. Үйден де атып алса кеттік. Мен Алматыны қара. Қанша алыс жер. Сен беріп Өзбекстан. Сен нағыз Қарақалпаққа нағызына шөлді, картада шы. Аппақ болып тұр. Мына жағы уже сен басқа континентке өттің. Екі тропикан көрініпсіз. Петропавл. Здесь қалыпсыз, Біз дәл рассветның үстіне келдік. Мына жердің ауасын айта алмаймын енді. Өте таза, керемет. Good morning. Қайырлы таң.
қалайсыздар? Біз келдік. Имантау көлі мынау. Өте үлкен екен. Ана жақта. Ауасын енді айта алмаймын бұл жердің. Прям керемет. Просто Мария. Испанский юморист. Эмиль Эмо, Берег, студент, Гулбара, природа. Ал достар, тұрып атқан жерімізге кішігірім рум-тур түсірейін. Ең бірінші вид біздің не себебіміз бар екен. Осындай көріністі біз алдық. Қаздар шу жүрғандыр. Ирек қаз өте керемет. Мына жердің ауасын айта алмаймын енді, бар ғой. Қазір прям күшті болып тұр ауасы. Өте керемет. Сөзбен жеткізу қиын, бір сөзбен айтқанда. Іш осылай. Біз жатқан жер барлығандай ағашпен жасалған. Күшті. Осы біздің комната. Мына жақта осындай холл дейма, қалай айтады осы жерді. Сондай, короче. И бильярдный зал. Еще тағы осындай вид. Осындай отыратын, демалатын жер. Келесі. Жалпы осы. Сөйтін жер, бұғы. Еще тағы ана жақта вид. Ондай қатты қызық емес. Мына жақта барлығы біздің көршілеріміз жатыр, бірге келген адамдар. Жалпы осындай. Біз болып отқан жердің көрінісі, ішкі көрініс қазір сыртта түсірем. Бір реакция жіберіп, қолда алып отырыңыздар. Давайте. Сыртқы көрініс осындай. Ал міне қаздар. Үйдегі сияқты, по идее, қаз емес бұлар. Күшті прямо. Аяғында тағы бар. Еще мына жақта тау, осы әдемі көрінеді. Видео сұрып қайттық. Ғаз екен ғой, ғаз. Имантау деген көлдің аты мынау жалпы. Нейл Қазақстан, Беріктің достарына жалынды сәлем. Өзімізді жетілдіреміз, әлемді жақсартамыз. Нейл Қазақстан! Давайте. На старт. Внимание, марш! Вот теперь окружить, собирай кого-нибудь. Все, дальше. Я сейчас там. Сразу. Мало народ. Быстрее, они уходят. Моя команда быстрее. Быстрее. Ближе, ноги ближе. Ноги. Следующая игра у нас будет повторяй. Здесь уже проще. Нужно будет всем, скорее всего, давайте все объединимся, либо играем также две команды. Я говорю атомы, молекулы. Когда я говорю молекула конкретно собирается по количеству, мы собираемся в это количество. Хорошо? Пример, я говорю. Все, давайте танцуем. Поняли, да? Поехали. Ты должна потом поменяться. Прям все в спорте сегодня, а?
Собака Стараемся левой рукой опуститься вниз. Соответственно, то же самое, либо до колена, либо до голени. Ногу меняли? Нет, нет. Правая нога. Правая нога. Жаттығу аяқталды. Прям сезім деген күшті. Буындардың арасы деген кәдімгі өзіме алғыс айтады ғой. Іштегі терең бұл суреттер барлығы. Страшилкалы радиши. Әдемі жанып кетті, да? Иә, енді шоғын қалдырып тұрмын. Ал ойнаймыз. Ал өлеңді. Қандай Енді өлең кеміс болып тұр, да? Жүрегім кеудеме сыймайды, жүрегімді қинайды. Мои сны уже давно. Воу! Черно-белое кино, черно-белое. Никита. Вдруг напомнят о тебе. Never been 100 before. I walk this roof, I walk this floor, but you still never moonlight. Oh. Так хочется летать. Ложусь спиною на кровать, ложусь спиною на кровать. Мечта о синем небе, но крылья на измене, а мне так хочется летать. Красиво. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.
лайковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Тоймайды анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды. Сертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасың. Ал достар, қайырлы таң. Бүгін біздің екінші күн басталды. Таң кәдімгі өте керемет. Кешегі шаршағаннан кейін бүгін күніміз деген, таңымыз деген, Аллаға шүкір, өте керемет болады. Солай, бүгін күнді бастаймыз. Енді турдың екінші күні. Кеттік. Ал сыртқа шықтық. Таңғы жаттығулар жасауға шығамыз қазір. Осылай кешегі қатты шаршап қалыппыз. Ұйқы деген кәдімгі келіп шаршап тасып өтіп қалыппыз сондай. Солай, керемет демалыс жатыр. Демалыс деп айтуға болмайды ше, бұл жер дамуға арналған күн ғой, 2 күн. Дамайсың, спорт жағынан. Кез келген жақтан дамитын 2 күндік тур. Күшті. Мен бүгін түсінгенім, бұл жердегі ортаның ерекшелігі. Кәдімгідей мүлде басқа ойда жүрген адамдар, мүлде басқаша адамдар, шын айтсам, кәдімгідей басқаша әсер етіп отыр. Олардың ойлауы, санасы, прям алдымен ондарын да көрмеген. Шүкір, осы жерге дейін келуіме себепші болған жандарға өте керемет болды. Аллаға шүкір. Бастырамыз кеттік. Вы поберите с нами? Да, Мадина, вы где? Вы не поберите с нами, да? Все. Я получается, по-моему, сколько остались. Вы мультикетку косу. Так, Анжела и Мадина остаются. Сейчас вы узнаете, она остается, но мы двигаемся сразу. Знакомая песня, не знаю. Выделяйся, бежать, вы не пойдете. Хорошо, Анжел Мадин тоже оставить, правый проем здесь останется. Салам алейкум. Удачи, Магали, смотри, оружие. Локтях на себя! На себя! Рустам, снимите YouTube. Нурдина. Антан! Қазақ елі. Антан, қазақ елі! Спортта боламыз. Безопасность. Совсем пограничить. Внутреннюю там. Ал турдың бір келесі бөлігі қоқыстардан тазартамыз айналамызды. Өте керемет идея, достар, өте керемет. Қос қолыммен қолдаймын осы идеяны. Ала берсе өзім де жасаймын. Бұйыртса. Маған өте керемет идея берді. Бекназар брат, көріп отқан болсаң, көп рахмет саған. Вот именно адамдар осы тазап келеді. Оны ешкім тазартпай артынан. И осындай турлар, осындай адамдар көбейсе, табиғатымыз таза, өте керемет. Және бізге ұзақ уақыт қызмет көрсетеді. Солай, достар, айналамызды таза ұстайық. Қолдан келгенше барынша мусорды
мусор жәшікке тастауға дейінгі аралық біздің ойымыздағы іс қой, қолымыздан келетін. Соны жасайық кішкене мұнда. Достар, сіздерге осы турдың ұйымдастырушысы Бекназар деген жігітті туралы айтып берейін. Жалпы өзі осындай қайырымдылық істермен көп айналысады екен. Және айналаны тазартуға, мусор жинауға неміз бар ғой, табиғатымызды тазартуға өте көп өзінің үлесін қосады екен. Жалғыз өзі бос кезінде шығып кетіп, пакет алып, мусор жинайды екен Астананың ішінде. Менде де алынсын деп идея болатын ше. Мен Арал теңізінің бойында тұрдық. Мен бір видеом бар, соны көрсеңіздер болады Инстаграмда. Мен экологиялық зонада тұрдық. Табиғат деген қатты нашар бізде, мен туылып өскен жерде. Содан кейін менде осындай идея болатын. Бірақ қазір неге сол балалық шақта соны істедік, қазір бірақ жасамайтын болдық заттар. Не үшін деген сұрақта. Қорқамыз. Сонда мен өзім қорқам адамдардан. Сен идеальныйсың деп айтатын сөзіне қорқам. Шындығын айтқан кезде мен өзім мойындаймын, өзімді мойындаған ең дұрыс зат қой негізі. Кеше мен Бекназарға сұрақ қойдым, сенде сондай жағдай болды ма, адамдар үстінен күлді ма? Бекназар айтады, атауы мен жинап отқан кезде, ол күлген былай тұрсын, маған тазалап отқан жеріме келіп мусорды төгіп кеткен адамдар болды дейді. Енді барлық адам жақсы емес, барлығы да жаман емес, әртүрлі адам бар. Бірақ сонда да ол жігіт жасай берген де. Мен құрметтеймін, шынын айтайын, жердегі періштелер ангел на земле деп ат қойдым оларға, жұбай екеуіне. Өте керемет адамдар, маған үлкен идея берді осындай. Блокты алып тастады менен. Шын ниетім түзу болса, жерде мынандай ғой, мысалы мен өзім Өзбекстан азаматы болсам, бұл тек планета барлығымызды қой, негіз былай қалып қарайтынбыз ғой. Ол тек шекаралар бөліп қойыпты, оны адамдар өздері қолдан жасап қойды да. Бірақ планета біздікі, сен Австралияға бар, Америкаға бар, барлығы біздікі. Біз үшін жаратылған. Шекара бұл просто біз үшін адамдардың жасап қойғандар. Солай қабылдап, сен қай жерде тұруың маңызды емес. Көрдің бе, жинап тазалап, ана табиғатты қорғасақ. Керемет қой. Қарашы, ана табиғат бізге қаншама сый-сияпат беріп қойыпты. Осындай бізге беріп қойған рызықтың есебесіне біз оған алғыс ретінде мусор тастап жатырмыз. Ол әділеттікке жатпайды негізі. Солай, кеше мысалы Қостанайда көрген орманды көрген боласыздар. Өте нашар, жаман өте. Аяп кеттім, шын айтсам. Сол туралы кішкене ақпарат бере кетейін. Ол қанша көлемдегі квадрат метр жер өртенген болса, белгілі бір орманда, ол сол жердің атмосферасына әсер етеді. Біз гигиенада сабақ оқыдық, ауа гигиенасы деген туралы тақырыпта айтып өтті. Соны оқыған кезде мен бірден ұқтым да. Мысалы, үлкен алқапта тоғайлар өртенсе, ормандар, сол кезде ол да кислород беріп тұр ғой ол жер. Сол кислородты беретін аймақ өртеніп кеткеннен кейін ол атмосферадағы кислородтың деңгейіне әсер етеді. Кислород адамға әсер етеді дегенде ғой. Айналып келгенде кері әсері өзімізге кетеді. Сол үшін барынша қолымыздан келгенше міне ғой. Қазір мен қолымнан осы іс келеді, данный момент. Бұл әсер ете алатын істер осы. Осыны жасай берсек те жетіп жатыр бізге негізі. Әрине билікке бар, үлкен бір қолымыздан жұмыстар келіп қолдарымыз ұрып жатса, үлкен көмектесеміз бұйырса барлығымыз ниет түзу қыламыз, соны ұмытпайық. Кеттім, мусор терейін. Видеоны жалғастырыңыздар. Қанша адам осындай мусор жинады. Нет, как открыть дверь на себя? Давай. Этот автор просто прикалывается, у него такие просмотры. Походу есть машина стоит. Сейчас Талдардың ұзындығы деген керемет.
Я учил. Вау. Потому что она не гавкает на меня. Здесь вторая идет, это крыло. Надо туда Приедем Ого. с щеночками за такими. У нас такие щеночки есть. Да? Вы продаете? Да. Ну, сейчас нету, а через 2 месяца будут. Это Бивер Йорк называется. Тауға көтеріліп жатырмыз. Тіке екен, таудың шығатын жол. О, қандай көрініс бар. Ай, фотоға түсейік. Сейчас, в наши дни невозможно создать. Охо. Это мы для вас. Биіктеген сайын әдемі көріністер көрініп жатыр. Бізді интернеттен қамтамасыз етіп отқан жігіт. Жақсы. Бұл кісі болмаса инстаграм жоқ, сториста болмайды. Ал достар, біз Имантаудың үстіне шығып бара жатырмыз. Назгүл. Күшті. О, мына тастар қарашы, өте керемет орналасқан. Полностью үстіне шығып болдық. Вид осындай, өте керемет. Просто сөзбен жеткізу қиындау. Барынша сіздер үшін камераға түсуге тырыстым. Міндетті түрде келіп жауап күтем. Комментарий жазыңыздар. Келіңіздер осында. Мына бетті қараңыздар достар. Амазонка. Ё-моё, ну прям күшті мынау. Мынау күшті прям мына жақ. Мәссаған. Прям мына жақтарыңдаршы. Бұл жерді камерамен жеткізді. Күшті, прям күшті достар. Қазан суреті, қазан тау деп, өткен себебінде бұл жақта қазан бар тау деп атаған. Сенің бойынша бұл жерде су бар болатын бұл кезде жаңбыр жаумайды деген сөз, су болмайтын сияқты, құрғап кеткен кезде жаңбыр жақындайды деген сөз. Ар жаққа қарайтын болсақ, міне жаңбыр келіп жатқан сияқты, мына іші құрғақ. Жаңбыр болады деген сөз. Екіншіне осыны мынаның сенің бойынша бізді келіп құрмандыққа мал шауатын, егер жаңбыр болмаған кезде тасапқа арнап малды шауатын. Және үшінші аңыз бойынша мына жаққа көтерілу қиынға соғатын. Мысалы солтүстікте мұндай тау деген болмайды да көбінесе. Тау өлкелі жер дегендіктен мына жақта қиындатып, әріндеп келеді. Бұл жақта арман деп өзінің ізгі ниетін айтады да, бұл қолын қояды да. Бір қолын, бір кезде бір ғана адам қолын қойып, бір өзінің сенімін, жаңағы өзінің ниетін айтады да. Бұл же сеніммен мысалы осы жаққа көтерілдім, осы жолды өттім, мұндай ниетім бар деген сияқты. Тауға мініп алып түсу қиын болып жатыр енді. Міне былай түсесіздер тауға мінген кезде. Міне осындай тік жар, осындай қиын жар, прямо тау. Міне аяқты осылай қойып түсесіздер. Если тауға шығып жатсаңыздар, менімен шықсаңыздар айтам, или өздеріңіз шығып жатсаңыздар, менсіз көрдіңіздер ғой, осылай. Енді Имантау осындай биік екен, бірден көтеріліп кетесің тіке. Алматыдағы таулар ондай емес, жайлап көтерілесің, ол нормально бірақ. Судың бойынан жүріп бара жатырмыз. Таудан түсіп болдық, жаңа ойын басталайын деп жатыр. Қазір көресіздер. Вот давайте. Потом оттуда вот последняя лестница, оттуда спрыгнет сам. Не касаясь веревки. Вот так здесь. Еще пара рядом. Еще одна пара рядом. Давай просто поменяем. Но я могу спиной к нам и ложиться. Да, мы тебя поднимем, тут туда просто переходим. Ложись полностью уже. Я король, да? Теперь выбрасывай. Нормально? нормально, да? Следующий вот этим. Бұл Рустам. Керемет әке. Прям өрнек болып жүр бізге. Артындағы баласы. Ұлын қазірден бастап дайындап үлкен өмірге тәрбиелеп жатыр. Просто бұл кісіге қарап, мен уже ойым өзгерді. Өзінің үлкен баласын қазірден бастап осындай турларға, дамитын ортаға қосып, өзімен бірге алып шығып, парныйда отырып бірге да баласын барлығын қасына алып жүріп үйретіп жатыр баласына. Уже да, біз бұндайды көрген жоқ, мен өз басым бұндай әкені көрген жоқпын. Шын емес, әкелер жаман деген сөз емес бұл.
біз де көріп өсеміз ғой. Енді мен мысалы қалса баламды бұйырса осындай берекем, Алла бұйыртса осындай үлкен баланы дайындап жатыр. Енді бұл ойлап қалмаңыздар, папасы жаман екен, өнер екен деп жоқ. Олар білген жоқ ол затты просто. Оларға ешқандай өкпенің керегі жоқ. Олар бізге барын берді. Біз просто бұл турға себепші болды, әр зат себепші болды осы турға келуіме ше. Енді мен көрмей тұрып ертең мен өз баламды басқа жолмен жаңағыдай кет, арман кет, бізбен бірге отырма деп сөйтсем қате ол. Мысалы бізде сондай болды да. Папаларымыз өздерімен отырған кезде барыңдар ана жаққа барыңдар деген әңгіме айтатын біздерге. Біз шығып кететінбіз ол жерден. Бұл Рустам наоборот өзінің баласын қасына алып жүріп үйретіп жатыр. Барлығын қазірден бастап. Кішкентай 13 жасар бала қасында Эмил да аты. Осылай даму керек қой. Даму деген дүниені мен өзім бүгін түсініп жатырмын ше. Окружение орта тікелей әсер етеді саған дамуыңа. Мен өрнек бірнеше адамдар бар ана жерде. Қазір біртінде бәрі туралы айтамын. Гүлбара деген ханым бар. Ол туралы да көпше история айтайын десем. Рустам еще 120-130 килограммнан қазір 70 килограммға дейін азған. Қаназаршы ұста, деген бұл трансформация. Бұл нереальный зат просто ше. Нәпсісін сондай тиіп көрген. Енді 70 килограмм, қанша? Примерно 70 килограмм азған да. Ол деген үлкен әңгіме достар. Екінің бірінің қолына келмейді ол деген. Просто так көріп отырмын сондай адамдар қазір. Ортамыз сондай адамдармен толған. Керемет болып жатыр барлығы ше. Ойлар в общем өзгеріп жатыр. Бүкіл өзгеріп кетті ойлардың барлығы негізі. Осылай даму керек екен негізі мен сон. Ал біздің түскі ас. Көрейік қалай жатқан. Ой. Ордақ. Желает лишнее пространство со своей мыслями, и ничего не хочет. Почувствуй сам себя. Біз қайтып баратырмыз. Все, сели?